Быйыл Ақтөбеде 160 ауыл шаруашылығы кооперативі құрылады. Бұл меже туралы да бүгінгі есепте айтылды. Сонымен қатар суармалы жерлердің көлемін арттыру, өңіраралық кооперация аясында еліміздің өзге аймақтарымен байланыс орнату, облыста азық-түлік белдеуін қалыптастыру да негізгі міндеттер. Кооперация туралы заң өңірдің ауыл шаруашылық саласын дамытуға септігін тигізіп келеді. Өткен жылы облыстың әр аудандарында құрылған ұжымдар бүгінде тұрақты жұмыс істеуде. Құрамына енген жүздеген жеке қосалқы шаруалар мен 1300-ден астам қожалықтар өнім өндіруді қолға алды. Тек бір жыл ішінде облыста 104 кооператив құрылған. Оның 70-і ет, сүт, 4-еуі дәстүрлі емес, 5-і өсімдік, көкөніс шаруашылығы және 30-ға жуығы көпсалалы бағыттарда жұмыс істеуде. Биыл олардың саны тағы да өспек. Қазір алдыға қойып отқан мақсатымыз облыс әкімінің тапсырмасы бойынша кооперативтерді көп салалы етіп құру. Сондықтан осы бағытта түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазір кооператив жалғыз бір бағытпен айналыспау керек, ол бірнеше бағытпен айналысу керек. Ауыл шаруашылығының дәстүрлі емес бағыттарын дамыту одан әрі жалғасатын болады. Өткен жылы ақтөбелік диқандар бадана мен асбұршақ еккені белгілі. Ал ақтарының атасы атанған Шығанақ Берсеевтің ақтөбелік ізбасарлары қазақтың тарысын Италияда өткен көрмеге апарып, Еуропа елдеріне таныстырды. Бұл жұмыстарды биылда үдету үшін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев суармалы алқаптарды арттыру керектігін айтты. Біздің тағы бір резервтеріміздің біреуі ол мына суармалы жерлер. Біз енді былтыр оны 8000 гектарға көбейттік. Ендігі мақсат мына 18 жылға дейін оны біз 40 000 гектарға жеткізуіміз керек. Ал 20 жылға дейін облыстағы барлық суармалы жерлер толығыменен пайдалану керек. Бүгінде Ақтөбе облысы аймақ тұрғындарын 70% көлемінде жергілікті азық-түлік өнімдерімен қамтып отыр. Ал өңіраралық кооперация аясында былтыр еліміздің барлық аймақтарымен, соның ішінде Алматы және Астана қалаларымен де байланыс орнатылды. Нәтижесінде 9,15 миллиард теңгенің өнімі шығарылса, басқа аймақтардан 4,5 миллиард теңгенің өнімі жеткізілген. Бұл бағыттағы жұмыс биыл тағы да жалғасын табады. Сондай-ақ биыл 630 000 гектарға дән дақыл себу жоспарланып отыр. Ануарбек Мырзатайұлы, Арман Досмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.